Ассалаумағалейкум құрметті достар, біз Бипек автоға келдік, Қызылордадағы. Бұл салон осы Мұстафа Шоқайдың бойымен Сұлтан Бейбарыс көшесіне типтей орналасқан. Далада шөлдеген қара бала, ешкім жоқ жанында қойлар ғана. Ән салып айқайлап жоғарыға, елестетеді өзін сахнада. Ойынның шаршауын ұмыттыратын әжемнің тәтті. Бірінші жаңа көлік Lada Vesta. Қазір бағасын сіздерге экранға шығарып көрсететін боламын. Бұл люкс комплектация болса керек. Титановый диск, коробка автомат, мультирол. Бұл көліктің іш жасы көбесі қарамен қапталған. Люк жоқ, ешқандай да тек осы қап-қара болып тұрады. Lada Vesta Cross. Мына шеттері, орындықтардың шеттері кожаный, ортасы мата екен. Бұл Lada универсал екен. Универсал. Мына жағында соның седаны тұр. Бұл простой қапақпен сонда бағасын білетін боламыз. Бұның іші мата, механический. Механикалық қорап. Нива көлігі. Мына көлік новый. Титановый дискісімен тұр. Комплектациясын қарап көрейік ішін. Шағын сырт тұрып көрсетейін. Міне іші екі алды электропакет. Терезені қозғайтын күртпен екен. Кондиционері бар. Біз келесі автокөлік Lada Largus 6.370.000 теңге. Бұл автокөлік осындай багажы бар екен жоғарысында. Барлығына алдының барлығы пластмасс. Механикалық қорап, электропакет. Бұл көлік 7 орындық ағайын, 7 орындық. Құрметті ағайын, бұл салондарда тек автокөлік қана емес, осындай мотоциклдерді де сатады екен. Беларусиядан шығатын Минск деген мотоцикл, ең қымбаты осы 1,5 миллион теңге тұрады. 1,5 миллионға машина алғың келеді, негізі мотоцикл емес. Бірақ көзге өте әдемі көрінеді, әсіресе мына қара түсі. Бағасы да келісімділеу екен кішкене. Осындай керемет мотоциклдер десеңіздер, Бипек автода бар, қарап көріңіздер. Қызыл түсі де әдемі екен, е. Ойынның шаршауын ұмыттыратын әжемнің тәтті айраны. Түн болса тағы да басталады. Бизнеспен жолға шығам деген адамдарға осындай көліктің артынан жалғанатын бар. Азия Трейл деп аталады. Міне бұның өлшемі және бағасы 560.000 теңге. Төрт дөңгелекпен артын барлығын айналдырып көрсетейін. Мына жерде одан да үлкені тұр. 650.000 теңге. Міне өлшемі 3,5-1,5, 2,75 ұзындығы. Әлде сыйымдылығы, оны комментарийге жазып кетіңдер, қандай екен. Кішкене ұзындығы осындай 580.000. Осындай тұросы бар. Бір жеріне жалғайтын болса керек. Тағы өйдік 480.000 бұл кішкентайлы. Жатына көлемдері тап білмей қоймайды. 390.000 төбесі жоқ. 390.000 бір ғана балым бұдан. бір ғана адам келіп, мынада да 480 мың деді бір жаңа 580 мыңдығында
почта бар екен. Міне көлемі 620 мың теңге. Машинаға нагрузка болмайды да. Жоқ, соны айтып тұрмын ғой, ана біздерде Бұл жерде екі ағам ақылдасып отыр. Мынау 255 мың, ең арзаны осы болса керек. Шағындау кішкене аккуратно. Бізде енді алдымызда жүрілген көліктер. Бірінші көлік Volkswagen Polo, газ, бензин. 2015 жылы шыққан. Мынау салонның іші. Салоны әдемі, таза, ешқандай жырық, ешнәрсе жоқ. Бұның бағасы 4 миллион 840 мың теңге. Бізде келесі көлік Ravon 20 мың жүрген, 2019 жылғы, сырты жап жаңа. Ішін көрсетейін сіздерге. Іші тап-таза, электропакет. Алдының бәрі пластмасс, бұларда механикалық қорап. Бізде келесі автокөлік Kia Cerato 2017 жылы шыққан. Ақ түс, өте әдемі, сыртқы жағдайында мін жоқ. Бұл люкстің алдындағы комплектация, мультируль, барлығы қамтылған. Көлікте барлығы бар деп айтсақ та болады. Ең тамашасы 2017-тен бері бұл көлік бар болғаны 23 мың километр жүрілген. Қандай керемет көлік. Бізде Pajero автокөлігі Mitsubishi, қара түс, сыртқы жағдайы жаман емес, өте жақсы. Бұл көлік полный привод, коробка автомат, мультируль, қарапайым мата, мына орындықтары. Өте керемет көліктің жағдайы. Бұл көлік газ, бензин.